Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Тайыр Нұрпейісов, Тест.me каналы. Және бүгін біз арифметикалық прогрессияға байланысты есеп шығарамыз. Есептің берілгені: 5-ке бөлінетін барлық 3 таңбалы сандардың қосындысын табыңдар. Бұл есепті біз қалай шығарамыз? Алдымен 5-ке бөліну ережесі бойынша бүкіл сандарды жазайық. 3 таңбалы сан 100-ден басталады, яғни 100 бізде 5-ке бөлінеді. Себебі 5-ке бөліну ережесіне байланысты сан 0-ге немесе 5-ке біту керек. Яғни келесі бөлінетін сан бізде 105 болады. Одан кейінгі сан 110 болады. Енді осылай келе-келе ең соңғы сан 3 таңбалы 999. Бірақ ол 5-ке бөлінбейді. Яғни оның алдындағы бөлінетін сан 995. Және осы санмен бізде 5-ке бөлінетін сандардың тізбегі бітеді. Енді осы тізбекті қалайша арифметикалық прогрессия болады? Мысалы, біз осы элементті А1 десек, ал 995-ті АН десек. Және бізде кейінгі сандардың бәрі алдыңғысынан 5-ке үлкен. Яғни бізде D деген қадамымыз тең болады 5. Яғни осы тізбек туралы біз оның арифметикалық прогрессия болатынын айта аламыз. Ал енді біздің берілгені бойынша бізге бүкіл сандардың қосындысын табу керек. Бірақ та біз білмейміз мынау тізбекте қанша сан бар екенін. Соны анықтайық енді. Арифметикалық прогрессияның формулы бойынша АН тең болады А1 қосу D N азайтылған 1. Яғни бізде А1 белгілі, АН бізде белгілі, және D бізде белгілі. Енді осыны жазайық. АН бізде 995, А1 бізде 100, қосылған D бізде 5, N азайтылған 1. Мұндағы N дегеніміз мұнаяқтағы тізбектегі барлық сан. Енді осыдан N-ді табайық. Алдымен 995-тен 100-ді алып тастасақ, 895 болады. Ол тең болады 5 көбейтілген N минус 1. Теңдеудің екі жағымен 5-ке бөлем, мынау 5-тен құтылу үшін. Сол кезде 179 тең болады N минус 1 болады. Енді минус 1-ді осы теңдіктің сол жағына ауыстырам. N тең болады менде 180. Яғни осы тізбекте 180 сан бар. Енді осы сандардың қосындысын маған анықтау керек. Арифметикалық прогрессияның N мүшесінің қосындысы осы формуламен анықталады. Sn тең болады A1 қосу AN бөлінген 2 көбейтілген N. Мұндағы бізде енді N белгілі 180, A1 мен AN бізде белгілі. Енді орнына мәндерін қойып шығарайық. Sn тең болады 100 қосу 995 бөлінген 2 көбейтілген 180. Яғни бөлшектің алымын қоссақ бізде 1095 шығады. Ал 2 мен 180-ні қысқартсақ 90 аламыз. Көбейтілген 90. 90-ды 1095-ке көбейтсек бізде 98.550 шығады.
Яғни бізде жауабы 98.550 болады. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов. Егер кейбір түсінбеушілік болса, видеоға комментарий қалдырыңыз. Көп рахмет сізге.